Жумави ақшам шерефлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін декабрінің 23-і, Бекірім işgalinin 1030 күні. Шымдыки эфирімізде бойле хаберлер. Путин, Сенцов ве Кольченконы азат етмеге истемей. Сенцов тек режиссер олғаны үшін, оны азат етмек керекмізмі? Полис хадимлері Берлиндегі террористны атып өлдірді. Киевдегі Русия елшілігі янында Қырымдaki репрессиялар вейнсаларының ғайып олмасына қаршы акция кечірілді. Ишғалжы акимиетінен бір фікірде олмасаң, демек олар қорқызмаға башлайлар. Ишғал етілген Қырымның юғары махкемесі Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланғанларының апелляция шекетлерін лағу етті. Арсен Джипаров Верифат Алимовны 2017 сенесінің февраль 8-не қадар аписте қалдырачақлар. Қызылташ қасабасының сакинлері Рифат Алимов ве Арсен Джипаровны бұл сенесінің апрель айында Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тәшкілаты или мұнасибетлері олғанда шеклеп яқаладылар. Киевде Русия елчіханесі өгінде ишғал етілген Қырымда инсанларының қырсызлануы ве репрессияларға қаршы наразылық акциялар кечті. Тешкелетчілар екін чекіп Ярамадада не қадар инсан ғайып болғаныны ве не қадар яқаланғаныны ачықладылар. Тафсилатлыжы Эльвина Сидбулаева біле. İşte bu şekilde Kreml'nin yolbaşçısı Putin Kırım sakinlerine bakışlarını hazırladı. Onlar sırasında kayıp olan insanlar ve kanunsuz hapisке alınған insanlardan adları var. Арсен Алиев апрелінің 11-інде ғайып oldu. 2016 senesi meclisinin faaliyetine yasak ettiler. Kırım sakini Rustem Halilov elinde Ervin Ibragimov dep yazılған kağıtını tuta. O bütün dünya Kırım Tatarın Kongresinin azası edi. Ervin Mayıs ayında militsiya urbada olған belgisiz şahıslar tarafından hırsızlanğandır. Олар адамларыны қорқызмаға істейлер. Ишғалжы акимиетінен бір фікірде олмасаң, демек олар қорқызмаға башлайлар. Біздер әр ай бұл жинайет ақында хабер етеміз. Aktivistler elinde 15 insanın adı yazılған küçük plakatlarını tutalır. Kırım'ны Rusiya işgal etken son Yarımadada bu kadar insan kayıp oldu. Onlardan 12'si Kırım Tatarıdır. Küçük cedvelde yazılған insanlar қайда жойылды? Тақиқат ішлерінің нәтижелері қайда? Бұның эпосыны ишғалжылар акимиеті япа. Әр бір Украина ватандашы бұны білмек керек. Құранталарының хасталығыны олар анламақ кереклер. Ялныз біздің исарымыз нәтижесінде Русияны мечбур етерек, о инсанларны тапмақ мүмкін. Rusiya elçixanesi ogunda bu aksiyada yarım yıl geçirili. Bu Rusiya tarafından yapılған repressiyalarga karşılık bildiruvdir. Onlar kayıp olған insanların yerlerine aytılğanını talap edilir. Бұл сене Қырым сакинлерге қаршы 31 жинай иш açıldı. 3 кішін апыске қапаттылар, 9 шақысқа қаршы қабатлы қарар чықардылар. Біздер бірлешкен милитлер тәшкілатына ұғы құрыжыларға мұражат еттік. Прокуратура Эрвин Ибрагимов ве дигерлеріне yapılған жинайетлерге қаршы жинай иш açtı. Tedbir teşkilatçıları aksiya Fine Free lehasını takdim ettiler. Bu leha çerçevesinde aktivistler ve hukuk kurucular adlici yardım göstermeye hazırlar. Elvina Sidbulaeva, Eldar Tarahtaş, Zaman, ATR. Русия президенті Владимир Путин, Украина режиссері Олег Сенцов ве Андрей Захтейны террорист деп сая. Бұл ақта матбуат конференция девамында униан журналисті Роман Цымбалюкның башқа журналист Роман Сущенконы азат етмек речасына жауап берді. Владимир Владимирович, за последние годы ваша страна под вашим Владимир Владимирович, соңки еллары девамында Русия Федерациясы о қадар Украина ватандашларыны тұтып яқалады. Әркез бойле қиналса, Украиналы жасуслығында мен ве аттасыз өз қабатыны танырсыз. крымских диверсантов Захтея и Панова, то в шпионаже в пользу Украины, признаюсь, я и даже вы. Украиналы разведка хызметчилерні ич бір кімсе көтеклемеді ве қиынамады. Журналистлер өз ішіні бежерсе, оларны зораки тұтмамыз. Амма бойле суалым бар. Терактларны азырлаған кинорежиссернен не япайық? Сенцов тек режиссер олғаны үшін оны азат етмек керекмізмі? Его отпустить только за то, что он режиссер? Радио Свобода мұхберлері Москва сакинлері арасында сорап өткерділер.
Яны Русиялелер Путиннің ерінде олса өз халқына насыл етіп мұражат етереділер деген суалны берділер. Спуститься на землю Топрақта и венцанларға вернуться к нам, керек к людям, айтмақ. как мы Біз должны наслы жить яшамақ друг с другом керекміз, отвечать. яны А елны всё это насыл вот күтіп алacakмыз. Сирия, Мирия, Бұл Украина, Сирия, Мирия, Донбасс, Украина. Россия. Донбасс бұл Русия, Қырымны да кері бермейміз. О бізім, бұл қадар. Біріншіден Путин аламам, чүнки мен диктатор дегілім. Екіншіден ісе дахи дегілім. Мен жан башлажақ бір инсанды дегілім. Всё будет хорошо. Әр шей güzel olacak. Biraz zaman geçken son çok güzel olacak. Men gerçekten eşitmege isteyim. Olğanı kıbı. Ve bu press-konferensiyada cevaplardan kaçmasın. Daha evvel yapqanı kıbı. Bu galibe terörге qarşı yapılған jenікте стратегик ve mühim bir andır ve terörizmге qol tutқан mahvetу yoludur. Берлинде үзберген терактта шекленген Тунис ватандашы Анис Амри Милан шерінде атылып өлдірілді. Миландаки полис хадимлері ади тешкеру фоткергенде ондан шәдетнемені сорадылар. Бұна жауап оларақ Амри Аллах Экбер қычырып полиция тарафына атеш açып бір хадимны яралады. Нәтижеде Анис Амри полиция тарафындан атылып өлдірілді. Бүгін Берлинде үзберген тамам басуф видео лейхасы интернетте пейда олды. Бұны вақиға олған ерінің яныдан кешкен арабадаки видеорегистратор қайдеткен. Nelle orecchie. Дәрбеден соң өзіме келдім ve yerге яттым. Көзлеремне қан басты. Апайымны қыдырдым, о мені мүгіндейді. Мен оны көшеде таптым, тұрмасына ярдым еттім ve birlikte четке çekildik. Yük машинасында бомба алабылыр деп қорққан едік. Бұл ұжым олғаныны башындан аңладық. Мұхбирлер күн-күнден фелекетінің яны шартларыны тапалар. Декабрь 19-ында Берлиннің мерkezінде юк машинасы бір қач адамны басып 12 кішіні өлдірді. Олардың арасында 6 Алмания ватандашы, Италия, Израиль, Велихистанның бірер ватандашы олғанлары белі олды. Қалғанларының шақсиеті да белі дегіл. Сүрия ордысы Алеппаның незаретіні оселлеріне алғаны ақында хабер ете. Алеппа шері үшін мұхалиф күчлер акимет ордысы ве жихад векіллері 4 сене ұрышалар. Бұның нәтижесінде 30 bin инсан әлек олды. Бұл сене сентябрьден башлап Сүрия ордысымен бәрабер Русия аскерлері исянчылар незарет еткен топрақларыны бомбаладылар. Бірлешкен Миллетлер тешкілятының малюматына көре Шарқи Алеппадан 34 bin инсан көчірілді. Бұл галибе террорге қаршы yapılған jenікте стратегик ve mühim bir andır ve terörizmге qol tutқан mahvetу yoludur. Русия ордысы 2014 сенесінің язында Украина территориясының мұнтазам суретте атеш ачтылар. Мұны Bellingcat Британия ресурсының экспертлерінің марузасы білдіре. Спутник ресемлері шуны көстерелерке Украина позицияларына қаршы бин артиллерия снаряды атылды. Марузада Британия экспертлерінің нәтижелеріні делил еткен фото, видео материаллар дәрчетілген. Бұтын фото ресімлер интернет ағыларында бар, лекін Bellingcat ресурс оларыны тешкіріп нәтижелеріні дәрчетті. Бұл Русия ордысының сыныр бұй тұрған Украина арбийлеріне қаршы йоланылған йоқ етілуінің систематик ұнтылывлары еді. Топланған делиллерімізні әсапқа алсақ, демек бұл Русияның Украинаға қаршы женг елемі еді. Базы делиллерінің үкіметлері Русия тарафындан Украинаға қаршы кечірілген атеш açmasының делиллерінің халыққа білдірмек ихтималі еді. Чүнки бұл саяси вазиетке тесір етіп, насылдыр бір тарафқа зарар кетіре білейді. Қырымны Украинаға қайтармаға керек. Бұны Русия язычысы сатирик Виктор Шендерович білдірді. Мұхалиф Алексей Навальныйге баққанда ошыны білдіреки, ян референдум Қырым меселесіні чызып оламаз. Ворованное надо отдать. Қырсызланғаныны қайтармақ керек. Бойле елде еткеннің қайтармасы керектір. Егерде біз бұл бос ұқықсыз зонадан ұқықи статусіне кірмесіні істесек, шымдымен халқара вазиеті ақта біле айтмайым. Тек біз үшін айтам. Қырсызланғаныны оның еріне қоймаға зарур. Бұл біздің сонки хаберіміз еді. Ратлық күнлеріңізні атер еле кечіріңіз. Көрішкенже.